Сабақтың тақырыбы отанымның табиғаты. Сабақтың мақсаты сұрақтарға жауап беруді, қазақ тілінің төл дыбыстарын дұрыс қолдана білуді үйренесің. Жаңа сөздер: шығыс восток, батыс запад, оңтүстік юг, солтүстік север, аймақ регион, табиғат природа. Жаңа сөздерді қайталау. Тексереміз. Восток шығыс, запад батыс, юг оңтүстік, север солтүстік. Шашылған әріптерден сөздер құрастыр. Тексереміз. Солтүстік табиғат, батыс шығыс, көл, оңтүстік аймақ, теңіз, дала. Жақша ішіндегі сөздерді аударып, сөйлемді толықтырып жаз. Тексереміз. Шымкент оңтүстік қала. Мен батыс Қазақстанға бардым. Маған солтүстік Қазақстан ұнайды. Шығыс Қазақстан өте әдемі. Мәтінді тыңда, оқы. Менің туған жерім Көкшетау қаласы. Ол еліміздің солтүстігінде орналасқан. Біздің отанымыздың оңтүстік, батыс, шығысында да әсем жерлер көп. Менің туған жерімнің табиғаты тамаша. Таулары биік, бұлақтары мөлдір, даласы кең. Ауасы қандай таза? Сұрақтарға жауап бер. Сенің туған жерің қай жер? Сенің туған жерің қандай? Қазақ тіліне тән дыбыстарды қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Тексереміз. Менің туған жерім Көкшетау қаласы. Менің туған жерімнің табиғаты тамаша. Таулары биік, бұлақтары мөлдір, даласы кең. Ауасы қандай таза?